Қыздар, сендерге күшті жаңалығым бар. Не істеп жатырсыңдар? Бізге YouTube'дан айлығымыз түсті. Болды. Тоқтай тұрыңдар, бірінші үлкеннен. Сендер енді кішкентайсыңдар ғой, Мұстафа, ма? 10 мыңы саған. 10 мыңы саған. 10 мыңы саған. Ой, жаным. Үстін ауыстыру керек қой қыздың. Қыздар, сен әлі кішкентайсың, бала. Жарайды, кейін өскенде берем, жарай ма? Бетеміз, бір ай бойы ақша сұрамайсыңдар, нан жеткізіңдер менен, жарай ма? Менен сұрамаңдар. Ал, сәттілік, келесі айға жақсылап тұрып жұмыс жасаңдар енді. Давайте. Ақшаны ертеңге қалдыр қояқ. Мен косметика алып сенше? Мен татты алатын шығармын. Татты жеймін. Жоқ, мен уходовый косметикамен косметика алатын шығармын. Уходовый алып және косметика. Сен не аласың? Косметика. Саған кетте. Конфетка? Конфетка емес қой, конфетка шығар. Өзі біледі, ағысы келген затты ала берсін. Сінен тіс қалмайтын болды ау. Қағатқамыз көзін. Болмайды ғой. Ата берсін сонда, потом тұғамыз. Кас. Қана тамақтарың бәрін жыбырлап атыр ғой. Ал, ендіше, ана тәтті жей бермеңдерші, ақша берді екен деп, жарай ма? Тамақтарыңды ойлаңдар, жарай ма? Кәусар, әсіресе сен тісің деген ана шіріп атыр, жарай ма? Мороженое жемеңдер қыс ауасында. Бара беріңдер. Қайда мен ақшам? Менде ақшам қайда? Қайда сен алдың? Мен алған жоқпын өзім. Онда сен алдың. Қумаш, үшеумізді бірге барып келген Сен ең соңғы шықтың ғой. Нағой ең соңғы шықтың. Ол мен алған жоқ, мен ұр емеспін. Сен жоқ. Сен ана ақша ұстаған жүрді бір ана ақша көп Жоқ, мен емеспін. Сен алдың ғой, сен ғой ең соңғы шыққан. Мен емеспін. Сен ғой енді. Не болады қыздар? Жоқ, мен ақшамды Мен бағам. алған жоқпын. Ұрыспаңдар. Мағда Тыңда, ұрыспа. Жаңа берген ақшама, қыздар, қайда қойдыңдар ең бірінші? Қайда қойдыңдар? Мен яқа. Мен яқа. Енді не үшін тастап кеттіңдер ол жерге? Енді сіз өзі шақырып қалдыңыз ғой. Мынау өтірікші көрмей атыр. Мені кінәлап отыр. Мен ұрлаған жоқпын. Мен де алған жоқпын, анашым. Болды, жер жұтпайтын шығар, біреуің алған шығарсыңдар. Сен, мама, әші ғой енді. Көрген жоқсың сен. Тоқта. Ашуланбаймыз. Алдың ба, алмадың ба? Жоқ. Сен ше? Алмадың ба? Күліп тұрсың ғой, сен алдың. Сен алдың ба? Анашым, мен алған жоқпын. Мен че бірінші кеттім, işte бірінші келдім яқа. Мен екі шықтым ғой, сен ғой ең соңғы шыққан. Сен ба? Сен алдың ба? Жоқ, мен екінші шықтым, надан келдім. Мен сенен кім нешінші шықты деп сұратқан жоқпын. Алдың ба, алмадың ба? Алмадым, мен өзім. Онда болды, жоқ, кетті, давай. Жүр, кеттіңдер ары. Не соша айғайлап үйді деген көшіріп атсыңдар. Қайта 10 теңге бересіз. Бердім мен 10 мың теңге. Ие болмайсыңдар ма соған? Біреуі ұрлап алғанда, содан кейін мойындамай тұрды. Сендермен сөйлесуге уақыт жоқ. Сендер екеуі біреуін ұрладыңдар ғой. Ал, ұлжан, білмеймен біреуің алдыңдар. Демек біздің арамызда ұрылар. Кеттім мен. Мен ұрлаған жоқпын. Ана күйімнің біреуі ұрлады. Ника оларды аңдың бірінші әпшен. Ой, мүмкін өзің алған шығарсың. Мен алған жоқпын. Мына шынымен де біздің үйде арамызда бір ұры бар ау деймін. Бірақ ол кім? Мен бұларды аңдаймын ау деймін. Біреуі ұры. Мен жайлап біртіндеп аңдып ұрыны табамын. Ойымдап тұрмын, ертең ұрылықшы болып кетсе қайтем, сондықтан алдын алу керек. Қазір мен бәрін біртіндеп детектив рөлінде болам. Мына жерде біреу жүр. Жаңа ақшаны алып жасырып атқан сияқты. Көреміз қазір кім екен, Кім екен? Қазір көреміз. Бану ма не? Бану алған ба? Ана жаққа кіріп кетті. Не істеп жатыр ол жақта?
банып алған сияқты шынымен. Мама, үлкен қыз ақша ұрлай ма? Ойбай. Әшейін отыр ғой мынау. Бөлем. Масқара. Айнадан қарайын ба? Әшейін отыр ғой мынау деген. Түй, біреу ұры болып тұр ғой. Не іздедің? Не іздедің, Кәусар? Уәлә, масқара, Кәусар болып тұр ғой мынау ұрлаған. Есікті жауып алды, сумкасына салып алған сияқты ғой. Қазір ашып қараймыз. Не істеп жатқан? Ойбай. Не істеп жатыр ма? Не істеп жатсың, қызым? Кәусар, кел екеуміз сөйлесейікші. Сен ба алған? Кім алды деп ойлайсың? Ұлжан алды ма? Ол негізі шөпісіз заттарымызды рұқсатсыз алып кетеді ғой. Ұлжан ба? Давай онда екеуміз кеттік, аңдаймыз Ұлжанды. Ұрлықшыны табамыз. Біздің арамызда біреу ұры болып тұр ғой. Иә, ол. Иә? Ұлжан ол күнде сізді күнде қолданады. Қолданады ғой, да ақша алмайтын еді ғой. Сонда енді ақша өткен ба ол? Ләлә, кеттік жүр. Ұлжанның іс-әрекетін аңдайық. Ұлжанды ұстап алайық. 30.000 теңге ғой, ә? 30.000 теңге, ол 30 күн қолданады ғой, күнде 1000 теңгеден жаратса. Ау. Bir zat gerek. Ау? Bir zat gerek. Не зат керек? Кәусар, точно сен емес ғой, ә? Иә. Жүр онда, Бануда. Әй, қош не қаласың кет. Тоқта, Ұлжан мына жерде бірден істеп жатыр. Тоқта. Кәусар, бетке бер. Уәлә, Кәусар, мынау деген ақшаны алып план құрып жатыр. Мынандай алсам, не алсам екен деп. Уәлә, Кәусар, сен дұрыс айтыпсың. Ол ұрлаған. Уәлә. Уәлә, масқара. 30.000 теңгені Ұлжан алған ғой. ChatGPT'ден сұрайыншы 30.000 теңге не алуға болады деп дейді. Астында отыр, астына кіріп кетті. Столдың астына кіріп кетсе. Столдың астына кірсе. Кәусар қалайда болсын, мен оның ақша алғанын дәлелдеймін дейді. Мен 30.000 теңгеге не алсам болады? Ұлжан! Сен 30.000... Сен екенсің ғой 30.000 теңгені алған. Мен үшін просто мен бауырларым не алса болады деп идея тауып отырмын. Қайдағы сен жаңа? Біз естіп қойдық. Не ұрлаған ба? Короче, осы Ұлжан мойындамай жатыр. Кәусар, мен алған жоқпын дейді. Ұлжан, мен алған жоқпын дейді. Білмеймін, өздерің шешіңдерші, бірақ қыздар ұрлық төбі қорлық деген сөз бар. Бостан босқа айтылмаған ол сөздер, түсіндіңдер ғой, кетті, мен өздерің шешіп алыңдар. Жота мама алған сияқты. Себебі ше, өздерің білмеді, аняға кетіп қалды ғой. Я? Что-то подозрительно, я? Еще сен алмадым дейсің, Ұлжан алмадым дейді. Біз үшеуміз де тамағын сүймеге кеттік қой, бірақ кім алып жүргеледі, я? Иә, сол ғой. Үшеуміз әр жерге кеттік қой, сол кезде мама ғана кладовканың ішінде болды ғой. Иә. Өзі тығып алған сияқты өзіне плакын, сондай заты алдым ғой, өзіне ше. Кеттік мамаға.
болғанда қалай алу керек оны? Көйлекті. Иә, шынымен киімі жоқ еді, ә? Сондай. Ойбай. Мені аңдыватсыңдар ма? Жоқ, біз жайдан аңдыватқан жоқпыз. Мамочка, сонда сендер аналарыңнан күдіктеніп атсыңдар ма? Жоқ, просто мына киім де подозрительно болды. Қақтан шықты мына киім? Öyle командаш қыздар жаңа ұрлап, жаңа барып сатып алып кимейтін шығар. Еще иә. қалған ғой қыздар. Öyle кім ойлап тапты мынаны андай күмәнді деп. Öyle қалайша мамаларынан. Кәусар, мен сені олай ойламаппын. Сен айттың ғой, Ұлжан шығар, Бану шығар деп отқан. Жоқ, анашы мен айтқан жоқ. Демек сен ұрлағансың. Анадан да күдіктеніп, мынадан да күдіктеніп, мамаңнан, басқа мамаңнан қалай күдіктендің, Кәусар? Менде киім жоқ еді ғой. Оны ютубтың ақшасына бүгін папаң әкеп берді, маған подарить етті. Қой, Қыздарыңа ала бермей, өзіңде бір киім алсайшы деп маған қоймай жүріп бағана. Кейін таңдатқыз, өзім таңдадым бұны. Мама, жаңа біз қаяқта болдық. Келді ғой сендер мектепте кездеріңде. Қой. Кәусар, сен басыңды істетші, түрліп қалған кез ақшаларың жаңа жоғалды ғой. Мен қай уақытта барып үлгеремін оны алуға, қызық екенсің. Сендерге ақша бермей атқын алуға. Жарайды, бұны сіз бүгін күндіз алыңыз деп. Бірақ ақшаны кім алды сонда? Мен ойдан білейін, өлі мамаларың бұламайтын шығар, өз ақшасын қумандаш. Кетіңдерші бар. Тойынды қайдан табамыз? Білмеймін мен. Мә, масқара, қыздарым деген мені жақсы танымайды екен. Ренжідім негізі сендерге, қыздар. Мен олай ойламай бедім, Кәусар айтқан. Кәусар, сенен күтпедім ондайды. Масқара, өз мамаларыңды ұрыға теңеп. Ау, не болды? Аял адам екен не? Қыздар, ал сендер болсаңдар, менен күдіктеніп, ал мен болсам бірінші Банудан күдіктеніп, одан кейін Кәусардан. Кәусар айтты, Ұлжанаған точно деді. Ұлжаннан күдіктеніп, ең соңында мен ұрып шықтым. Масқара, жоғарыға қоймағасыңдар ғой онда, я бой жететін жерге қойып кеткенсіңдер ғой. Соңында мен ұры болып шықтым ба деп, мә, қыздарыма ренжіп жатыр едім негізі. Аялашқа декен ғой, яғни әлі де жыртып қоймапты ақшаларыңды. Барыңдар енді ертең бір жерге жұмсарсыңдар, жоғарыға қойып қойыңдар. Соны айтам, мына екеуінен вообще күдіктенбеппіз ғой, ә? Өлез, сен жаңа отырған кезде көрмедің ба? Жоқ, қараған жоқпын. Ойбай. Барыңдар жоғары жерге қойып қойыңдар енді. Ал менің көйлегім әдемі болып тұр, өзіме қатты ұнап тұр. Мынандай торымен, күшті, ә?